YouTube арнамызда тікелей эфир жалғасады көрермен, және дәл қазір жанымда болашақ жас жұбайлар деп айтуға болатын шығар Дихан мен Гүлбайра. Қал жағдайларыңыз қалай? Қал жағдай өте тамаша. Алдында кішкене уайым қайғыдан бәрінен сейіліп, енді үлкен қадамдарға басып жатқаннан кейін өте қуаныштымыз. Гүлбайра, енді Диханның анасымен танысып келдіңіз. Жаңа жанарыңызға жас толған бір өзіңізден толқынысты байқадық. Қандай сезімдер болды сол Қордайға барып анасымен танысқан сәтте? Танысарға чейинки уақыттарда уайымдап кеткенім бар. Бирок ичине киргенден кийин, мени кабылдап баштагандан кийин менде өтө ичимден кубанып, риза болуп, уайымым жоголуп кетти десем болот. Өйткөнү чын маанинде айтайын, өз анам сыяктуу кабылдады, риза болуп калдым. Келип мага уайымдап, барлыгы жаксымы, бир проблема уайымдап жатсаң мага айт, мен көмөктесем, барлыгы жакшы болот деген сыяктуу жылуу сөздөрүн айтканда мен негизи өзүн ачып өз анамдай кабылдап, риза болуп калган жайым бар. Енді ақ жаулықты мойныңызға жапқанын көрдік. Бұл да бір енді алғашқы қадамдардың бірі деуге болады. Қандай сезім болды сол сәтте? Мен үлкен өмірге қадам басып қойдым ба деген бір қорқыныш болған сияқты өзіңізде? Иә, дәл солай ғой. Мен бүгіннен бастадым ғой да ақ жаулықты орамалды таққан кезден ойландым. Сол кезде сезіндім, ақ жаулык орамал таққан қыздардың абалын мен түшүндүм десем болот. Негизи бирок жаман эмес, ол наоборот тескерисинче кубанычтуу жагдай экен, өзүмдү бактылуу сездим деген сыяктуу. Мага негизи унады. Бул жашоого болгон биринчи серьезный кадамдар башталды сол күндөн десем болот. Енді Кыргыз элинин көрөрмендери калай кабылдап жатыр? Сиздерге деген колдоолор калай болуп жатыр? Енді бағымызға қарай деп айтайық, бәрі қолдап жатыр. Басында мындай сенімсіздік болған, енді көбісінің айтатыны қызды ренжітпе, басы бақытты болыңдар деп. Одан кейін андай қызық жағдайлар да болып жатыр. Сыртта екеуі бір-бірін таниды екен деген сияқты. Сондай қызық жағдайлар болып жатыр. Болмайсыздар, негізі осы жерде танысқан болатынсыздар. Осындай келіп таныстық. Содан кейін біздің махаббатымыз осылай. Біз куәміз ғой. Махаббатымыз осылай ұласты. Енді өте бақыттымыз. Қолдап ол кісілерге қолдап жатқандарына да мың алғыс айтамыз. Рахмет үлкен, олар да бақытты болсын. Әрине. Ал Дихан, енді сіз анаңызбен таныстырып жатқан сәтте бір тілден қиындық, ал сіздің жақындарыңызда болды, ол ортада анаңыздан бөлек? Туған ағам болды, туған інім болды, әпкем болды, нағашылар жақтан әпкем болды. Негізі көп адам келгісі келді. Келін ретінде ұнатып, бәрі қабылдады, солай ғой? Бәрі риза болып жатыр. Одан кейін тіпті ауылға барып, ауылға соқпайтын, ауылдағы халықтың бәрі, ағайын туыстардың бәрі риза болып жатыр. Бәрінің тілегі тек бақытты болу, өсіп өну. Енді бұйырса сырға салу, осы жерде құдаласу болайын деп жатыр, үлкен дайындық басталып жатыр. Дегенмен нақты уақытын белгілеу деген сол уақытта бола ма, әлде өздеріңіз? Нақты уақытын ата-анамыз бір-бірімен танысқаннан кейін енді үлкен кісілер шешкен дұрыс. Сол кісілер бір-бірімен ақылдасып шешеді. Яғни сол кісілер бәрін өздеріңіз тапсырып бердіңіздер, сіздер жай ғана қол ұстасып жүрсек жеткілікті деп тұрсыздар ғой. Керемет. Үлкеннің батасымен енді көкер көктейтіні сөзсіз, жас жұбайлар қол ұстасқанда, сондықтан тек қана бақыт тілейміз. Біз шын жүректен қуаныштымыз, себебі сенбілік эфирде сіздерді тікелей эфирге қосқан кезде барлық отырған қатысушылар, қонақтар, тіпті Әділқазылар алқасы да қуанып, тілек білдіріп, Әділқазылар көзіне жас алған болатын, толқынысты сезініп, сізді көріп дегендей. Сондықтан енді осы бір көпшіліктің ақ тілегі сіздерге бір бақыт боп, бақ боп қонады деген ойдамыз. Ал енді өзіңіз жалпы қандай ойдасыз осы таныстықтан кейін? Енді мен де сезініп жатырмын, үлкен қадамға басталып жатқаннан кейін өзіме сенімдімін, біз бақытты боламыз, бақытты да қыламын, Алла бұйыртса. Аруыңызға сөз бердіңіз. Сөз бердім, аха. Біз енді бұл нәрсе орындалады деген үміттеміз. Тікелей эфирден табылыңыздар көрермен. Рахмет көп. Эфир жалғасады көрермен, және дәл қазір жанымда Мери. Қалайсыз? Қал жағдайыңыз қалай? Менде барлығы жақсы, шүкір, өздеріңізде қалай? Жақсы. Мери, дәл қазір енді Гүлбайра сезініп отқан дүние, енді бұл нәрсені сізге де алыс емес деген келеді. Себебі ортада жұп болып отырсыздар. Не сезіндіңіз? Негізі Гүлбайраның бұл жерде жылап отқанын
негізі түсініп отырмын, себебі енді 30 жаста ғой, енді не дегенмен өзі свободно өмір сүріп қалған қыз, бұрында сондай болғанда, енді бір жағынан сол свободасын қимай отыр ма екен деген ой болып тұр да ойымда. Ал сіз қиюға дайынсыз ба? Мысалы, тұрмысқа шығуға ұсыныс жасап жатса? Негізі жақын арада дайын емеспін мен. Мен оны Сағатжанның өзіне де айтқан болатынмын. Маған айтады да, типа, давай мен саған ұсыныс жасайын деген сияқты айтады маған да Сағатжан. Мен тұрамын да айттым оған. Негізі үй болу ондай қатты оңай емес дедім да. Қазір үйленесің, ертең екеуміз бір-бірімізді түсінбей қалған жағдайда екеуміздің де артымызға кір келеді деген сияқты. Сол себептен де бір-бірімізді жақынырақ танып, кішкене ашуланған кезде қандаймыз, бір-біріміздің қуанышты жағдайда қандаймыз, сенімен жақынырақ танып алайын, ертең семья болған кезде барлық өзгеріп кетеді ғой, былай қарап тұрсаң. Сондай нәрселердің барлығына дайындалып барып тұрмысқа шыққым келеді дедім да. Негізі свободамды қиюға, негізі егер де достойный еркек болатын болса, мен дайынмын. Бірақ қазір емес деген сияқты ғой. Потому что мен қазір жасым 18-де ғой, енді мен бұл жерге не үшін келдім? Тұрмыс құруға келдім, бірақтан 2-3 айда емес. Адамды тануым керек, онымен жүріп көруім керек. Бірақ сіздерге қателеспесем 2-3 ай болып жоқ, әлі бізге 1 айда болған жоқ. Бізге 1 ай 18-не болады. 1 ай болмады әлі, иә. Түсінікті. Енді Гүлбайраның анасы мен Диханның танысып келгеннен кейінгі қобалжуы бәрі сезіліп жатыр. Бұл үлкен өмірге қадам басуға деген қорқыныш па, әлде бір қыз баланың толқуы ма? Бұны мен қыз баланың толқуы деп өзім санап отырмын, себебі енді бірақтан бара жатқан жері бір жақсы болып көрінді өзім көзіме былайынан. Білмеймін, енді мен Диханға сеніңкіремей жүрген едім ғой, то что ол реально Гүлбайраны жақсы көреді дегеніне мен негізі сенбеген басында. Бірақтан қазір кішкене сенгендей болдым, бірақ менде ойымда әлі андай ой бар да, неге сонша асығыс? Или эфирді жасап кеткісі келе ма деген сияқты нәрсе болып тұрды. Неге сонша асығыс бұлардыңқы деген сияқтыша. Кішкене жүру керек еді. Білмейміз ғой, енді бұлардың ортасындағы қандай әңгіме болғанын біз білмейміз былай қарап тұрған кезде. Мүмкін осындай асығатынына жағдай болып қалғанда шығар деген сияқты ойымда сондай нәрсе болып тұр. Енді бұл жерде неге асығыс деген сұраққа өткен жол екеуінің арасында бір түсініспеушілік болған кезде жоғалтып ала жаздады бір-бірін. Сол нәрсе қайталана ма деген қорқыныш әсер етуі мүмкін бе? Менің ойымша сол қорқынышта болуы мүмкін, бірақтан мен бұл жерде Гүлбайра үшін қорқам. Себебі алдындағы кішкентай проблеманың өзінде Дихан сол жерде айналып кетіп қала салды ғой. Мысалы, негізі мен көбісі пікірім түсінбей жатыр екен, сен жақсылық тілеп отқан едің ғой, неге қазір жамандық тілеп отырсың деген сияқты. Мен негізі Гүлбайраға барлық жақсылықты тілеймін, себебі енді араластым, Гүлбайраның қандай қыз екенін білем, жүрегінің қандай ақ екенін білем деген сияқты ғой. Осы жерде отырған кезде кішкентай ұрыстың өзіне Дихан тұрып айналып кетіп қала салған кезінде, мысалы, ол жерде Гүлбайра айтты ғой, түсіндіріп кетші, осы халыққа түсіндірші деген сияқты. Сол нәрсені отказ жасап, ол өлеңін айтып, осы жерде қуанып кеткен болатын. Бірақ артынша пранк деген сияқты келді ғой, енді ол кезде мен түсінбей қалдым, ойнап жүр ма деген сияқты. Қыз баласының көңілін сонша түсірді, осы жерде жылатып кетті. Гүлбайра мысалы былай қарап тұрған кезде қанша жалынды ғой, мен тоқтатпаймын деген сияқты. Сол жерде сенім жоқ жерде сезім жоқ деген Диханның өзі болған еді да. Сондай нәрселерді істеп алып, қайтадан Гүлбайраның бетіне қалай қарады екен деген сияқты ой болды менде. Енді Қордайға жол тартып танысып келгеннен кейінгі ойыңыз өзгермеді, солай ма? Негізі ойым өзгермеді деген кезде кішкене өзгертті ол ойды. Енді көреміз, үйленіп жатса, онда толықтай сенемін. Жақсы, түсінікті. Дәл қазір енді Гүлбайраның күйін бірге көреміз, тікелей эфирден алыстамаңыздар. YouTube арнамызда тікелей эфир жалғасады, көрермен, және дәл қазір жанымда Дәулетбике. Қал, жағдайыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз, Ботагөз ханым? Жақсы. Енді ерекше жаңалық, ерекше эмоция десек болады. Тәтті шай болайын деп жатыр. Таныстықты көріп жатырмыз, иә? Не түсініп жатсыздар, не көріп жатсыздар дегендей ортада? Бір күшті сезім болып жатыр. Негізі Гүлбайраның жылап отырған жаңа сезімін бізде қыздың жанын қыз түсінеді демекші, бізде түсініп отырмыз. Жаңағы өзінің үйінен, туып өскен үйінен жыраққа, өзінің отбасын тастап, бөтен бір үйге, бөтен бір елге келе жатыр деген секілді. Сондықтан да таныстықтар өте күшті, әдемі деңгейде өткен екен, видеодан қарап отырғанымыздай. Жалпы күшті. Бұл жерде енді Гүлбайраның жанарына толған жас, ол қуаныштың да көз жасы, толқудың да көз жасы. Жай ғана бір қимастық сезім емес деп айтуға болатын шығар.
себебі барлық қыз баласында болады бұл нәрсе. Әрине, кез келген қыз баласының жаңағы осознанность келеді ғой. Мен болды, үйленіп, үйімнен жырақ кетіп бара жатырмын деген нәрсе келген кезде кез келген қыз жыламай тұрмайды деп айта аламын. Әрине жылайды. Енді бұл жерде үлкен қадамдар жасалып жатыр. Және алдыда тойға дайындық басталды десек болады. Сіздер осы нәрсені бірден сезініп жатырсыздар ғой. Біз қашан осы дүниеге қадам басамыз деген сұрақ туындамай ма? Сұрақ туындайды енді әрине, бірақ енді бізге нақты өзіміздің адамымыз келмей жатқанда енді біз кінәлі де емес шығармыз деп қояйыншы. Бұйырған уақытында, бұйырған уақыт сәтінде көре жатармыз енді. Бірақ андай күшті андай, менде де осындай нәрсе чувство тезірек қалайым деген секілді кез келген жаңағы қыздың ойында, көкейінде болады деп ойлаймын негізінде. Енді сізді бұл жерге шақыруымның себебі, менің есімде мен Гүлбайраның Диханға бір-біріне лайық екенін бірден танып айтқан болатынмын, адамды жақсы танимын, осы жігіттен айырылма деп айтқан болатынмын дедіңіз. Енді өзіңіздің адамыңызды танитын уақыт сезіліп жатқан жоқ па? Әлі сезіле қойған жоқ. Мен адам танимын, негізі басында Гүлбайраға солай достық, құрбылық, ақыл кеңесімді айттым дегенім рас әрине. Бірақ әзірге енді өзімнің адамды таптым деп дөп басып айта алмаймын. Егер болып жатса әрине. Мінекей менің интуициям алдамайды деген секілді бірден айтуым мүмкін. Әрине, жүрек сезеді ғой, қыз бала бұл менің адамым болашақ деген нәрсені түсінетін секілді. Бастысы енді екі жақтан да бірдей сезім пайда болып жатса, ол үлкен қадамдарға алып келеді. Дәл Гүлбайра мен Дихан секілді десек қате айтпаймыз. Және жаңа анасы бір өзінің құдағиымен тілдескенін көріп жатырмыз. Бұл да бір жақсы бір жүрекке жылу сыйлайтын сәт деуге болады. Әрине, тәтті шайын эфирде барлығымыздың қатысушылардың көрерменнің алдында ұйымдастыру өте бір ерекше сәт деп ойлаймын. Біз де қыздың қай жерге бара жатқанын, Дихан жаңа қандай қызды алып жатқанын бір көріп байқап аламыз деген секілді. Ендеше сіздер де қызметте жүресіздер деген үміттеміз. Әрине, менің рөлім құдаша ғой. Құдаша өткенде Такир мырза айтып қалған еді, билеп күтіп аласың, билеп отырғызасың, билеп шығарып саласың. Құдашаның рөлі деді, енді бұйырса алдағы уақытта Қырғыз еліне барып, осы Қазақстанда да мен Қордай маған жат жер емес, мен Қордайда өзім жарты жылға жуық өмір сүргенмін. 2 әпкем де сол жаққа тұрмысқа шыққан, сондықтан да Қордай да Қырғызстан да мен үшін жаңағы жат жерлер емес. Жақсы, ендеше бұл қуанышты жаңалыққа сіздер де куә боласыздар бұйырса. Сондықтан да көрермен дәл қазір тікелей эфирден алыстамаңыздар, себебі Дихан мен Гүлбайраның алдыда қандай жаңалықтары бар бөлісетін болады. Ал енді өзіңіздің жеке басыңызда бәрі жақсы ма, дұрыс па дегім келеді? Мені жеке басымда бәрі жақсы. Жаңағы айта кетейінші, бұйырса Қырғыз мемлекеті мені күтіңіздер Гүлбайраның тойында. Құдаша болып, бас құдаша болып барады. Әрине. Жалпы жеке өмірімде жақсы, негізінде бір сарында десем де болады. Шүкір, ондай нақты мынандай мәселе болып жатыр деп жаловаться етпеймін. Қазір үміткерім бар. Өткенде үміткеріме айта отырмын. Сұрағанда ашық сұрайын ендеше. Сұраңыз. Үміткеріңіз бар, рұқсатын берді дедіңіз. Сайыстан кейін жеңімпаз болып жатсыз. Әрине. Ешқандай бір сізге деген Қызғаныш ондай нәрсе жоқ. Ондай нәрсе ешқандай әңгімеде арамызда бола қойған жоқ әлі. Ол кісінің тарапынан бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Алдағы уақытта құттықтады ма? Мен жазып жіберген болатын, бірақ әлі atып алмадым. Енді міндетті түрде хабарға шығады деген үміттеміз, және алда үміткеріңізбен жақсы бір қарым-қатынасты ортада талқылаймыз деген үміттеміз. Әрине. Енді солай бұйырса көреміз енді. Бастысы өзіңіздің көңіліңізге жағып жатса болғаны, біз алда тікелей эфирдеміз, сондықтан арнадан алыстамаңыздар. Жанымда Бекзат, қайырлы күн. Қайырлы күн. Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, күшті. Ашуыңыз басылды ма? Бәрі орнына түсті? Ашуланған жоқпын бе? Білмеймін, сіздің қызғанышыңыз экраннан беріліп отырғандай болды. Енді осындаймын, мен туғаннан сондаймын, айтып отырмын ба, бала кезде ойыншықтарымды қызғанып өскен адаммын ғой мен. Ал адамды айтпай ақ қояйын енді. Сіз жалпы зумерлердің қатарынансыз ба? Негізі қай жылғысыз? 2001-мін ғой. Жақсы, түсінікті. Ал енді ортада керемет жаңалық болды. Анасымен танысқан Гүлбайра Диханның эмоциясын көрсетті десек болады, қыздың жанарына жас алғанын көрдік. Алда Қырғызстанға деген жолға дайындық басталып кетті. Ойыңыз қандай?
Енді бір білмеймін, Гүлбайраның өміріндегі бақыт сәттердің бірі ғой, Диханның да өміріндегі. Енді бағана Гүлбайра кішкене біз артта күліп жатырмыз, балалықпен қоштасу оңай емес қой дейді, бірақ сен 35-сің ғой деп жатық та, біз ше балалық емес қой ол деген сияқты. 33 па 32 ма? 32 деп. Иә, сол айтып жатырмыз да, енді сол әзілдеп жатырмыз, бірақ та енді бәрібір де жаңа өмірге, жаңа отбасыға қадам басқанға дейін сен бала боласың ғой бәрібір де ше. Соны Гүлбайраның ішіндегі сезімін сезінгендей болдық жаңа. Экран арқылы көріп отырдық қой бәріміз. Содан кейін бір жағынан ол қуаныш, бір жағынан оңай емес дүние ол да негізі. Өйткені жаңа отбасы, жаңа қадам, жаңа адамдар деген сияқты ол бәрібір де қиын нәрсе деп ойлаймын. Бірақ біз қуаныштымыз жұғысты болсын дейміз. Әрине жұғысты болсын, және осы нәрсені сіздерден көріп жатсақ, бұл нұр үстіне нұр болады. Ауыл қаншалықты алыс және немесе қаншалықты жақын қалды? Мен енді көрдіңіз, анаммен таныстырып қойдым ғой мен. Иә, таныстық сіздерде бар. Бірақ енді үлкен қадамға деген бір дайындық бар ма? Шынымды айтсам, енді ойбай бүйтіп мына күні, ана күні деп дата қойылған жоқ, бірақ та енді іштей дайындалып жүрміз ол нәрсеге де. Бұйырса деп, бұйырған күні болады деп жүрміз. Жақсы. Бұл жерде алдыдағы тағы бір таныстық күтілуде және сырға салуға деген қадамдар басталуда. Енді қыз ғана емес, жігіттің де толқынысы бола ма, қалай ойлайсыз? Әрине, мысалға мен алдында қарапайым ше, ол біздікі ол мен анамен таныстырғаным, ол официально таныстырып болған жоқ негізі. Просто бір жерде жолығып қалу болды да, енді бір жерде шақырдым, шай ішейік деген сияқты, сондай болып қалды. Мен оның өзінде мен толқып жүрдім мына жақта ше. Сондықтан Диханның кәдімгідей несі қиын болды деп ойлаймын ше. Бәрібір де іштей жинал деп тұрасың ғой ішіңнен. Ал Дихан Қырғызстанға барып Гүлбайраның ата-анасымен танысатын болса, мүмкін кезде мүлдем қатты болады ғой ондай. Өз-өзіңді кәдімгі бүйтіп қатты ұстау керек болады ше. Сәл бүйтіп қабағың түйіп деген сияқты. Күйеу баланың өзінің рөлі болады жеке дейсіз ғой. Жақсы, бастысы бұл қуанышты жаңалықтар енді ұзағынан сүйіндірсін дегіміз келеді, және бізде бұдан кейін де тағы бір жақсы жаңалық бар, сондықтан тікелей эфирден алыстамаңыздар, біздің арнадан табылыңыз дегім келеді. Ал енді өзіңізде Назеркемен түсінісу жалпы толықтай орын алды ғой, нүкте қойылды ма мәселеге? Иә, біз негізі бүйтеміз. Алдындары кішкене түсініспей жүрдік қой. Қазір бүйтеміз. Мәселені шешпей орнымыздан тұрмаймыз дейміз да енді. Сол мәселені шешіп барып кетеміз ше. Яғни ұрыспаймыз, осы мәселені бірге шешеміз да, содан кейін барып қана тұрамыз деген сөз. Мынау мысалға бір комната ма, осы комнатадан тек осы мәселені шешпей кетпейміз, шықпаймыз деген сияқты мысалға ше. Сол айтамыз, шешіп болғаннан кейін ғана кетеміз. Әйтпесе ол шешпесең, ол өз ойымен бір бәлдерді ойлап кетеді, мен де өз ойымен бір ойлап кетемін деген сияқты. Бұл да бір ерекше жұптардың арасындағы бөлек саясат деуге болады. Иә, маған ұнайды негізі сол ше. Әйтпесе мен өз-өзім жеп қоямын ше анау. Бір ұрыс болып қалса, немесе ол ренжіп қалса, немесе мен қызғанып қалсам ше, жеп қоямын. Не үшін ондай болып жатыр, неге олай, ұйықталмай кетемін ғой. Сонда шешіп алып ұйықтаймын ғой. Жақсы. Бір жағы бұл да дұрыс қадам деп ойлаймыз. Бастысы ұрыспай, қызғанышсыз, бейбіт болыңыздаршы дегіміз келеді, және біз алда тікелей эфирден табылыңыздар, екінші жаңалықты бірге білеміз. Дәл қазір жанымда Гүлвира, қайырлы күн. Қайырлы күн, қалайсыз? Қал жағдайыңыз қалай өзіңіздің? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Эфирдегі енді бар жақсы жаңалықты көріп жатсыз ғой. Не айтасыз? Жалпы Дихан мен Гүлбайра үшін өте қуаныштымыз. Кеше енді таныстықтары қалай өткенін көрдік. Өзіміздің де көзімізге жас алып қалғанымыз бар. Сондай қуанышты сәт, бақытты сәт. Гүлбайраның да қобалжып жүргенін байқап жүрміз ғой енді. Және де деген сияқты ол тек жалғыз менің емес, арғы жақта отырған көрерменнің де ойында бар деп ойлаймын. Және енді Дихан мен Гүлбайраны сонау Атыраудан деді ғой, Ақтөбеден қолдап, осындай қолдаушы ағаларымыз бен жеңгелеріміз келіп жатыр екен, сондай бір қуанып отырмыз, сондай жылы эфир болып жатыр деп айтуға болады. Енді қолдаушы қонақтар өзінің бар жылы тілегін алып келіп, және 5 перзенттің ата-анасы екен, барлық қатысушыларға жолын берсін деп жатыр, жылы тілектерінде. Шында да дәл сондай бір отбасы болуды бұйырсын сіздерге де. Әумин. Жаңа Гүлбайраның енді сезінген бір ерекше толқынысын сіздер де сезіне алдыңыздар ма? Қыз бала ретінде болашақ бір келін боламын деген ниетте? Әрине сезіне алдық. Жаңағы айта кеткендей, Гүлбайраның көзіне жас алғаннан біздің көзімізге жас келіп жатыр да. Қыздардың көзіне қарасаң, барлығының көздері мөлдіреп отыр да. Бұл енді жаңағыдай қуаныштың және де өзіміз енді басымызға сол күн келетін болғандықтан жаңағыдай қобалжудың сондай бір күй, сондай бір заттың бір көз жасы деп ойлаймыз енді, қуаныштың деп.
Бұл ерекше күн ұзағынан созылады деген үміттеміз. Алда әлі тағы бір таныстық бар, сырға салу, үлкен той дегендей. Сондықтан осы, сіз қыз жолдас боласыз. Жанында Гүлбайраның бір қасында тұратын ең жақын адамы ретінде. Енді сіздің дайындығыңыз қандай болып жатыр? Менің дайындығым жақсы. Мен де толқын үстіндемін. Негізі мүлдем ойлаған жоқпын. Қыз жолдас сұрақ қойған кезімде мен бір өзінің бір құрбысын айтар деп ойладым да сырттан. Бірақ мен сұрай салған едім. Сосын сен боласың деген кезде мен шыққан соң да сұрап жатырмын. Гүлбайра, сен жай айта салдың ба әлде сенің ойыңда болды ма десем, жоқ Гүлбайра, мен ойымда болды негізі осы уақытқа дейін дейді. Мен ішімде ойлап, солай өзім ішімнен шыққан сөзім ол деп айтып жатыр ғой. Жақын болдың маған деп айтып қалды да. Енді сол нәрсесі менің бір жүрегіме жылулық ұялатты, бір қуанып қалдым негізі. Дайындық жақсы. Енді алдағы уақытта қуанышында, Гүлбайра мен Диханның қуанышында жанында жүремін. Өзімнің қолымнан келген көмегімді аямаймын. Жақсы. Енді бастысы осы бір тойға дайындық жалғыз Гүлбайрада емес, енді сізде де басталайын деп тұрған сияқты. Бұл ерекше күнді қуанышта бірге бөлісесіз деген үміттеміз. Ал өзіңіздің жеке басыңызда бәрі жақсы ма? Жақсы. Былай деп. Жақсы жаңалықтар бар сияқты, қарасам енді оны тікелей эфирде әрине біле жатармыз. Сізде таныстық тоқтады ғой. Ол жағынан емес, жеке өзіңіз бір ерекше жарқырап тұрғаныңызға қарап сұрап тұрмын. Білмеймін, бәлкім. Көреміз, алдағы уақытта айта жатармыз. Бұл нәзіктігіңіздің астарында не жатыр білмеймін, бірақ